Интернет жылдамдығына көңіліңіз толмаса, не істеу керек? Жылдамдықты тексермес бұрын оптикалық интернетке қосылғаныңызға және тарифіңізге жоғары жылдамдық кіретініне көз жеткізіңіз. Жылдамдық көптеген факторларға байланысты. Ішінара техникалық іркілістің болуы, сіз кіретін ресурстың серверіндегі жүктеменің артуы немесе жабдықтың сәйкес келмеуі. Кейбір факторлар операторға байланысты емес. Жабдық сәйкес келмеген жағдайда оны өзіңіз ауыстыра аласыз. Жылдамдықтың төмендеуі қолданыстағы роутердің себебінен екенін қалай анықтауға болады? Алдымен қосылу жылдамдығын екі құрылғыдан тексеріп көріңіз. Біреуін Wi-Fi желісі арқылы, екіншісін UTP кабель арқылы қосыңыз. Егер Wi-Fi-ға қосылған құрылғының жылдамдығы төмен болса, онда жылдамдықтың төмендеуі роутердің өткізгіш күшіне байланысты деген сөз. Егер солай болса, онда роутеріңіз Қазақтелеком ұсынған жылдамдықты толық көлемде өткізе алмайды. Мұндай жағдайда сізге 5 ГГц жиілігінде жұмыс істейтін роутер қажет. Сәйкес келетін роутерді қалай таңдауға болады? Сатып аларда сипаттамаларын мұқият қарап алыңыз. Ол жерде 5 ГГц-тік жұмыс жиілігі көрсетілуі тиіс. Жаңа роутерді Чокомарт интернет дүкенінен сатып алсаңыз, 5% кэшбэк пен 5000 теңгеге дейінгі шегерім беретін промокод сыйлаймыз. Купонды 50.000 теңгеден жоғары сомаға тапсырыс бергенде пайдалана аласыз. Жоғары жылдамдықта болыңыз.